Ассаламалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат. Және де бүгін біз Шавкат Рахмановтың UFC 106 турнирден кейінгі сұхбатына тоқталып кететін боламыз. Бұл материалды Найза ТВ арнасынан алған болатынбыз. Сондықтан Найза ұжымына және де бүкілдар тим командасына осындай қызыққа толы сұхбат үшін рахметімізді айтамыз. Толық нұсқасын төмендегі сілтеме арқылы қарасаңыздар болады. Бұл видеода біз бүкіл сұхбаттың қызықты жерлеріне тоқталып кеткенбіз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Шавкаттың болашағы мен чемпиондық жекпе-жегі жайлы өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және де біздің Азамат ТВ телеграм арнамызға қосылыңыздар. Тек сол жерде сіз UFC-де тегін қарап қана қоймай, жергілікті және әлемдік MMA мен бокс туралы ақпараттарды көрсеңіздер болады. Сіздерді біздің телеграм арнамызда күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Шавкат Томпсонға қарсы жекпе-жегіңіз көңілден шықты ма, және жалпы жекпе-жек басты карттағы жекпе-жек туралы өз ойыңызды айтып кетсеңіз. Ковингтон бір сәл өнер көрсеткен сияқты көрінді, өзіңізге қалай? Ұнады ма басты жекпе-жек? Мен шынын айтсам, басты жекпе-жек толықтай қараған жоқпын. 1-2 раунд қарап, мен уже кетіп қалдым десем де болады. Маған қызық та болған жоқ. Неге дегенде мен жеңістен кейін кішкене эмоция болып қарайтын аса бір қалаған жоқпын, аса бір қарауды жекпе-жекті аса бір қалаған жоқпын, сондықтан кетіп қалдым. Олайына білмеймін, жекпе-жекте Леон жеңіске жетті, әрине Леон мықты чемпион қазіргі таңда. Сондықтан да уақыт көрсетеді, бізде дайынбыз. Менің жекпе-жегімге келсек, жекпе-жегім мен өзім ойымдай болды. Мен ешқандай Томпсонға ешқандай шанс қалдырған жоқпын. Енді бұлай айтқанда, орысша айтқанда скучный болса да жеңіске жеттік. Мерзімнен бұрын адамдар тағы не қалайды? Жеңіс қой. Шавкат, сосын 3-ші орынға көтерілуіңізбен құттықтаймын. Бұл сіздің карьераңыздағы ең жоғары саты болып тұр ғой. Сіздің алдыңызда Белал Мұхаммад, сосын Камару Усман, бұның алдында Эдвардс мен Бёрнспен шыққым келеді деді, Ковингтон Томпсонмен шыққым келеді деді. Енді сізге былайша қарап тұрғанда кіммен жекпе-жек қызығырақ? Усманмен ба или Белал Мұхаммедпен ба? Усманмен маған қызықтау. Белал шықпайтын да сияқты, Усман да шыққысы келмейді, әрине. Бұлайына маған айтқанда мен ешқайсысын таңдамаймын, бірақ тезірек сол белбеуге, UFC-ні белбеуге төбелескім келеді. Оны қазір уақыт көрсетеді, қазір қандай жағдай болады, кіммен төбелесетін қазір таңда белгісіз, сондықтан да күтеміз. Тек қана бізге жақсылап дайындалу керек, келесек бізде кішкене дем алып, өзіміз жұмысымыз жалғастырамыз. Қазақстан спорт тарихында елеулі оқиға. Осы уақытқа дейін UFC-де топ 3-ке ешқандай жауынгер кірмек түгілі, ешкімнің түсіне де кірмеген бұндай тарих болады деп. Енді бірінші сұраққа көшсек, жалпы жекпе-жекке жарақатпен шыққаныңды жекпе-жектен кейін білдік. Бұл туралы ақш басылымдары жазды. Дегенмен оған дейін бір өзің бір ауырып шыққандай сезінің, өйткені пресс-конференция барысында бір тұмаурап тұрғандай күй біз байқадық. Жалпы ондай болған жоқ па? Жоқ, ондай не істеп тұрған жоқ па пресс-конференцияны. Просто жай өзімді қалпымда отырдым. Бұлайын ешқандай ештеңе көрсеткен жоқпын деп ойлаймын. Мен білмеймін, қатты бақсы болсаңыздар біліп қалатсаңыз жарақатым барын. Жоқ, жарақат емес, жоқ. Жалпы өзіңіз денсаулығыңызға мындай тұмау деген сияқты ондай ауырып болған жоқ. Кейін жекпе-жектен кішкене одан кейін тұмау тиді қазір. Бұлайына жақсы, тек қана жарақат болды. Әрине ол жарақат деген ондай үлкен спортта үлкен деңгейде сезіледі. Неге дегенде мен бұлай қарасаң, күрескен кезде де байқап қатты күрескен жоқпын, жайлап сопернигімді шаршату болды. Тек қана доминация болып, ондай қатты да істеген жоқпын, күрескен жоқпын, бар күшім саған жоқпын мен негізінде. Өзімді жайлап сопернигімді шаршату болды. Енді оны жекпе-жекті түсінетін кісілер түсінеді, оны барлық адамдарды түсіндіре алмаймын. Тек қана маған, мен ол жерге жарақатым болса да болмаса да, мен тек қана жеңіс үшін шықтым. Жеңіске жеткенім үшін өте қуаныштамын. Қаншама жауынгер, қаншама елдер қарап отыр, қаншама әлемден жер шары бойынша, енді басқа елдерден де қолдап қуаттаған көп болады. Стратегиялық тұрғыдан өте сауатты жекпе-жек өткіздің. Расында оны мамандар толыққанды айтып жатыр. Шавкаттың IQ-і сондай жоғары деңгейде екен деп, тіпті Дана Уайттың да өзі былайша айтқан кезде шок болды ғой. Мен Шавкаттан рубка күтсем, ол алды да
Бандервойта қылқындыра салды деп. Енді осы қазіргі деңгейге, осы қазір Америкадағы залының қаншалықты әсер тиіп жатыр деп ойлайсың? Ол жерде кілең мықтылармен жаттығады екенсің, жаңағы Беллатордың чемпионымен күресіңді көріп қалдық. Жалпы ол жердегі жауынгерлердің уровеньмен өзіңнің деңгейін салыстырған кезде өзіңді топ сол жердегі залдың ішіндегі 3-ке немесе 1-ге кіргізуге бола ма? Енді былайына мен ондай дұрыс деп есептемеймін, өзімді біріншіге қою или үшіншіге. Неге дегенде ол жерде әрине жақсы мықты жігіттер бар, ол жерде бәрі профессиональный спортсмендер. Сондықтан да былай айтқанда оны тек қана жекпе-жек көрсетеді. Былайына бәрі мықты жігіт. Маған ұнайды осы залда, Америкада Kill Cliff залында жаттығу жасау, атмосферасы өте күшті. Жалпы сіз президентпен кездескен кезде осы шетелдегі жекпе-жекті осы біздің отандық арналарда көрсету туралы айттыңыз, иә? Ұсыныс білдірдіңіз. Осы мәселе қазір қалай болып жатыр? Енді мен ол мәселені қайта-қайта айтып жүргенде білмеймін, енді өздері істемесе біз айтқанымызды айттық. Көреміз, уақыт көрсетеді. Былайына әрине бізде Қазақстанда халқымыз күтіп отыр осы жекпе-жектерді. Мен болсын, басқа біздің шығып жатқан жігіттер болсын UFC-ге. Білмеймін не үшін көрсетпейді. Шын айтсам, оны кім осының үстінде тұр, соған сұрақ қою керек қой, шын айтсам. Сіздің ойыңызша оған не кедергі? Қаржы ма, жоқ әлде келісімшарт? Білмеймін, қаржы сияқты, енді білмеймін. Қаржы бәрінеге қаржыға келіп тақалады ғой. Жалпы 77-де шыны керек былайынан жауынгерлердің чемпионында, жаңағы претендент жауынгерлерінде, үміткер жауынгерлеріне деңгейін салыстырсақ, енді ММА мамандары көзі қарақты адамдар айтып жатыр, Шавкаттың деңгейі чемпиондық деңгей. Тіпті қазір Леонды да ұтып алатын жағдайы бар деп. Шынымен оны біз солай елестетеміз, көреміз, сенеміз. 2024-те Леон болсын, кім болады чемпион, соны ұтатынға кәміл сенеміз. Жалпы одан бөлек 84 келіде де чемпиондыққа әлеуетің жететін секілді. Жалпы сол туралы өзің ойланып көрдің бе? Мысалы, қазір Стрикланд чемпион болды, оның алдында Адесanya болды, қазір Дерекс Дюплесиспен шығайын деп жатыр. Жалпы бұл жігіттерден сенің деңгейің төмен емес сияқты. Өзің көзқарасың қалай? Екі салмақта чемпион атанған тұңғыш. Мен түсіндім. Әрине маған басты ойым, басты мақсатым қазіргі таңда 77 кило салмақта осы белбеуді алып, одан кейін 84 кило салмаққа ауысу, ойлануға болады деп ойлаймын. Сондықтан да қазір асықпау керек. Бірінші осы мақсатыма жетіп, бірінші мақсатыма жетіп, одан кейін екінші мақсатыма қарай ары қарай жалғастыруға болады. Әрине мен қазіргі таңда менің салмағым ол 84 килоға жетпейді. Мен былай қарасаң, олар қасында кішкентай боламын. Мен енді өзім салмағым айтпай қояйын. Если мен салмағым өссе, мен 84 кило салмаққа өтуге болады деп ойлаймын. Былай салмағым жоқ, үлкенге секіріп не істейсің? Керек емес та ол. Шын айтқан кезде. Салмағым өсіп жатса, мен әрине ол 84 килоға өтіп, ары қарай белбеуге таласу, ол белбеуді де алу ойда бар. Жалпы енді Ислам Махачев 70 келідегі чемпиондық, 77-ге чемпиондыққа үміті бар екен өзі айтып қалды. Колбиді да, Леонды да мен құлатам деген сияқты, жаңағы нокаутирую деп айтты. Жалпы бұл туралы енді қаншама 77-де еңбектеніп келе жатқан өзім сияқты спортшылар бар. 7-0 мысалы без поражений келе жатыр, тағы бірнеше спортшы жаңағы недегі бар, Магдаленасы бар, несі бар, Ирландиялық спортшы бар, тоже бірге өзің істеген. Соларды сырып тастап, мысалы, исламның бұл трештік деп ойлайсың ба, әлде қалай? Действительно, расында сол 77-ге өзің әлеует жетеді деп ойлайсың ба, сол чемпиондық атануға? Мен білмедім, бірақ айтқанымда исламның салмағы негізі мен бірдей. Білмеймін енді. 17-18 килограммға деп ойлаймын. Примерно бірдей екеуміз салмағымыз. Ол бірақ 70 килограммға төбелеседі. Мен 77-ге шығамын. Ислам енді 70 килограммда біраз енді жекпе-жектер өткізіп, жеңіске жетті, чемпион болды, 77-ге өткізіп жатыр. Енді оны қалай UFC шешеді, оған байланысты. Мен қазір Ислам төбелеспесін, или төбелессін десем де мен оны шешпеймін ол жерде. Мен просто былай жалпы просто қарап тұрамын, болды, басқа ештеңе істей алмаймын. Если шығарса UFC шығара берсін, мен оған шықпай қой, мен шығамын деген сөз білмедім енді. Мен де күтіп тұрмын осы жекпе-жекті.
чемпиондық жекпе-жек. Осы жерде тек күту ғана жеткіліксіз сияқты, бір кішігірім трешка қосу керек па? Мысалы, исламның бір несі жоқ қой, ешқандай 77-ге бір сіңірген еңбегі жоқ та, былай қарап тұрсаңыз. 70-те мықты боец, бірақ 77-ге ешқандай қатысы жоқ. Ол бір ғана трештокпен егер чемпиондық белбеуге шығып кететін болса, сіздерге былайша айтқан кезде обидно болмайды ма деген нәрсе ғой. Сол кішігірім трешток қосып, мысалы, ислам балақай қайда саған әлі деген сияқты мына жақта біздер келе жатыр ғой, соншама еңбектен. Бір екі ауыз сөз хотя бы сөйтіп айту ойда бар ма жалпы енді? Жоқ, ондай трешток. Жалпы трештокқа өзіңіз түгелі қарсысыз ғой, былайша айтқан кезде? Жоқ, қарсы емеспін былайынан. Әркім өзі бар. Характер бар, ой қарасы бар, сөйлеу, мақсат. Әркімнің өзінің таланты бар. Біреу трештоктан талант. Ана Ковентон сияқты трештокта сөйлеп, ана жаққа барып төбеле салмай қалсаң да ол ұят. Білмедім мен енді ол жағынан. Ондай қараған жоқпын. Істесе істеусін трешток. Маған ешқандай ауырлығы жоқ. Бірақ біздің былайына қызық енді трешток істеген, енді көп сөйлеген кезде бәрі қызығады. Бой жекпе-жекке барып соны сөйлеген сөзіне сәйкес келе ме, келмей ме деген сияқты. Бірақ ұлттық менталитетке сай арасында трешток жасап қоюда не қылмайтын сияқты. Келмеймайды дейсің ба? Бол, бауырым, сен шыққан кезде айтасың ғой. Аэропортта сізді көп адам қарсы алды, VIP залды прям штурмен алды. Қалай сіз, как вы ощутили себе? Осы сәтте адамдар сізді прям жабылып, фото жасап сізбен? Уалейкум салам, рахмет, әрине. Әрине, бұл жақсы ғой енді. Бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман. Шыққан кезде енді журналистер келіп жатыр, мына жақтан адамды былай жылқылап, мына жақтан бір суретке деп. Түсінем мен де, бәрі суретке түскісі келеді, бірақ енді кішкене дисциплина болып, не істесе мен ол жерде көп адаммен суретке түсе аламын. Ада бір-бірінің үстінен өтіп, мен түсейін дегенде ол да дұрыс емес. Кішкене бұл жерде воспитанный болу керек деп ойлаймын. Мәдениетті болу керек, кішкене не істесе, өздерін ұстап, бірінші журналистер сұрақтарын қойсын. Ана жақта домбыра ойнап, мен естпей тұрмын, ана жақта айтып тұрмай, домбыра тоқтасын, мен сен сұрағыңа жауап берейін деп. Сол кезде кішкене не десем болады, мәдениетті болу керек, кішкене асықпай, бір-бірден болса, мен ол жерде бір жарты сағат қап болса да, көбісі мен суретке түсетін едім. Ана жақта журналистер, мына жақта бұлай жылқылап, мен 24 сағат ұшып келдім, мен шаршап тұрмын. Кішкене ойлану керек сол жағынан. Енді адамдарға ештеңе деп айта алмаймын, оларда қаншама балет етіп жатыр, қаншама қолдау көрсетіп, қаншама келгені үшін мен алғыс айтам, рахмет айтам. Мен басқа ештеңе айта алмаймын. Кішкене воспитание болса болды ғой. Болды басқасы. Әрине, қазіргі таңда енді біздің қазақ жауынгерлері UFC-де көбейіп келе жатыр ғой. Дегенмен бар үміт, өзің айтпақшы, бар сенеді депші, өзімнен қатысы етіп. Өйткені сол халықтың жүгін мойныңа сезілген кезде саған қаншалықты қиын болады, сол жекпе-жек барысында бұл қиындықты өзің қалай жеңесің? Мысалы, бүкіл Қазақстан, қазақ елі 18 миллион ана жерде санколар шок болып отырғанда комментарийін көріп, 200 бәлен баймын комментарий жазып тастағанда Қазақстан рахмет деп. Жалпы сол өзіңге қаншалықты қысым көрсетеді соның бәрі, және соны қалай жеңесің? Енді қысым көрсете ме жалпы қысым жоқ, оған аса мән бермейсің бе? Жоқ, әрине аса мән бермеуге тырысамын. Мен білемін сол жақтан қаншама қолдау бар екен, қаншама адамдар қарап атқанына. Сондықтан да енді о жаққа кішкене қобалжуға болмайды деп ойлаймын. Қобалжысаң өзің жұмысыңды жақсылап істей алмай қалуың мүмкін. Сондықтан да былай айтқанда суыққандықпен келіп жекпе-жекті жақсылап көрсету керексің ғой. Кішкене қобалжысаң, кішкене уайым болса, сенің күшің, ойың басқаша болуы мүмкін. Сондықтан да суыққандықпен кеп, суыққандықпен жеңіске жету керек. Ешқандай негені ойламау керек. Әрине мен осы жекпе-жекке шыққан кезде біздің былай қараса тәуелсіздік күніміз біз үшін өте бір маңызды күн, біз қазақ халқы үшін, қазақ елі үшін. Сондықтан да мен мына осы жекпе-жегімде мен ауырлықты екі ересек сезіндім. Сонда да мен өзім білдірген жоқпын ештеңе, өзімді шығып соғыққандықпен жеңіске жеттім деп ойлаймын. Жалпы тағы бір сұрақ, енді UFC-дің саған деген көзқарасы қаншалықты медиалық тұрғыдан айтады, продвигать ету жағынан білмейміз. Дегенмен, өйткені мысалы Чимаевтарды олар өте қатты продвигать етіп жіберді. Жалпы UFC-дің осы тұрғыдан Қазақстанға келу мүмкіндігін қалай бағалайсың? Жалпы маған көңіл қарастары әрине жақсы. Неге дегенде менің жекпе-жектерім бәрі қызық, бәрі көңілден шыққанда бәрі
мерзімнен алдын аяқталған ондай жекпе-жектер болмаған, ондай жауынгерлер де болған жоқ UFC-де. Сондықтан да олар әрине олар көріп тұр, бәрін бағалайды. Былайына Қазақстанға UFC келетінін мен білмедім қазір. Қалай бірінші трансляция алсын, одан кейін қараймыз ғой, UFC келе ме жоқ па көреміз. Жалпы сіз әуесқойларда 2 рет кездескен, қазіргі кезде Ресей жауынгері Гаджимурод Кермагомедов сіз туралы бір соңғы сұхбатында бір сөздер айтқан болатын. Яғни, я вот здесь в лиге Есей, если бы он в этой лиге дрался, я не думаю, что у него бы нолик этот сохранился. Ему здесь этот нолик сохранить сложно было бы. Жалпы соған қандай жауап бересіз? Әрине, орысша айта салайын, бәрі түсінікті болсын. Әрине, да, конечно, он Кермагомедов хороший спортсмен был, но остается. Задушили. Я, что сказать, но у каждого свой путь. Но я проигрывал в 2014-2015 году решением судей, там двухраундовые бои были, любительские. Ну, тогда он был сильнее, базара нет, как бы просто как бы по очкам меня выиграл, ничего не смог сделать, заборол. Но у меня, я тогда молодой был, у меня борьба не такой был. Сейчас пускай хоть кто приедет, там, без разницы, там, я уже как почти как бы за титул должен драться UFC. Ну, вчера его, ну, проиграл, но у него сколько поражений, 5 или 6 раз проиграл после этого. Ничего сказать, UFC это другая организация, тоже хорошая, но там допинг, проверки нет вообще. Это тоже надо учитывать, но там бойцы как выходят, не знаю. UFC это строго, у меня где-то 27-28 раз уже проверили допинг-контроль. Я был всегда чистым спортсменом и остаюсь. У меня такой характер, я никогда такого не делал, которые запрещенные вещи, потому что, не знаю, ну, чисто принципиально и как бы сильному это не нужно, слабому это не поможет, эта химия, понимаете? Он хоть кто бы там ни был, пускай что говорят. А так, если UFC был бы, мы могли бы с ним встретиться. Он сейчас не там, где я нахожусь. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Шавкат Рахмонов келесі 2024 жылы UFC чемпионы бола ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.